Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қысқа капуста тұздау әдісімен бөлісетін боламын. Тәбет ашатын ащы салатымызды белый качан капустасымен дайындайтын боламыз. Алдымен капустамызды тазалап аламыз. Қарайған, жұмсарған жерлері болса, алып тастаймыз. Капустаны әркім әрқалай тұздайды. Мен өз әдісіммен бөлісемін. Және де капустаны бөліп, өзегін де алып тастаймыз. Капусталарымыздың барлығын төртке бөліп, үлкен ыдысқа саламыз. Енді бұл капусталарымызды салқын суға тұздайтын боламыз. Суымыз өте мұздай болу керек. Сол кезде біздің капусталарымыз хрустящий болып тұрады. Ол үшін 2 литр салқын суымызға 5 қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді капусталарымыздың үстіне тұзды салқын суымызды құямыз. Капустамыз суға батып тұруы керек. Капустамыздың бетіне осылай тәрелке қойғаннан кейін пакет кигізіп қойдым. Себебі тәрелке қойғаннан кейін жан-жағы ашық болады. Сол жан-жағына қоқым түсіп кетпес үшін. Енді капустамызды салқын жерге қойып, бетіне ауырлау затты басып қоямыз. Мен үстіне суға толтырылған 8 литрлік баклажканы қойып, 3 күнге қалдырамын. 3 күн өткеннен кейін капустамызды қайтадан аламыз. Капустамыз тұзы мол суда батып тұрғаны дұрыс. Себебі біздің капустамыз өте қатпарлы келеді. Сол себептен барлық қатпарына тұз кіріп, сіңіп тұрғаны дұрыс. Капусталарымызды судан алып, ортасына жағуға дайындаймыз. Енді осы тұздалған капустамыздың ортасына жағатын ащы огонек дайындайтын боламыз. Ол үшін бір бас чеснокпен 15 дана ащы бұрышты блендерден өткізіп аламыз. Тұз, бұрыш ештеңе қоспаймыз. Ащы болмасын десеңіздер, ащы бұрыштың орнына жартылай ащы бұрышты қосуға болады. Дайын болған огонегімізді осылай тұзды капусталарымыздың арасына жағып шығамыз. Капустамызға чесногымыз бен бұрышымыздың барлығын жағып алғаннан кейін қолымызбен банкаға бөліп салып шығамыз. Маған банкаға сақтаған ыңғайлы. Сіздер үлкенде ыдыс болса, ыдысқа салып салқын жерде сақтағандарыңыз дұрыс. Капустамыздың тығыздап салғанымыз дұрыс. Сол кезде суы шығады. Өзінің бойынан суы шығады. Менде 4 литрден аса капуста шықты. Банкаларымыздың бетіне капроновый крышкалармен жауып, салқын жерге қойып қоямыз. Біздің капусталарымыз дайын. Бір 10-15 күннен кейін алып жеуге болады. Сол кезде дәмі кіретін болады. Қыстың күні ет ауқатпен және де басқа тағамдармен тәбет ашатын таптырмас салат дайындап көруге кеңес беремін.
Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер видеом сіздерге пайдалы болса, қуаныштымын. Лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.